Қаланың шетінде ескі, қараусыз тұрған үй бар еді. Бұл үй жайлы қала тұрғындарының арасында түрлі үрейлі әңгімелер айтылатын. Кейбіреулер түнде үйден біреудің күбірлегенін, кейде тіпті ащы күлкілер еститінін айтатын. Бірақ мұның бәріне сенетіндер де, сенбейтіндер де болды. Бір күні бұл үйге Қайсар мен Айнұр есімді ерлі-зайыптылар, 17 жастағы қыздары Аружанмен бірге көшіп келеді. Үй бағасы өте арзан болғандықтан олар алып қойды. Көршілер оларды ескертіп, бұл үйде бірдеңе бар. Бұрынғы қожайын осы үйде жоқ болып кеткен. Қандай жоқ болып кеткен? Ізім ғайым. Ешкім оны тапқан жоқ. Бірақ түнде терезеден көлеңке көрінеді дейді. Жай ғана елес шығар деді Қайсар күліп. Бірақ сол түннен бастап үйде оғаш нәрселер бола бастады. Айнұр түн ішінде ас үйден біреудің жер бауырлап жүргенін естігендей болды. Кенет ыдыс аяқ сарт ете түсті. Ол орнынан атып тұрып, жарықты жақты, бірақ ешкім жоқ. Кейінгі күндері де әртүрлі оқиғалар орын алды. Есіктер өздігінен сықырлап ашылды, бөлмеден бөлмеге суық леп жүріп өтті. Ал бір күні түнде Қайсар мен Айнұр төсекке жатқанда төбеден әлдекімнің ақырын жылағаны естілді. Бұл жылау әйел адамның дауысына ұқсайтын. Тыңдашы деді Айнұр сыбырлап. Қайсар құлақ түріп еді. Төбеден шыққан жылау бірте-бірте күлкіге айналып бара жатты. Бірақ бұл кәдімгі күлкі емес, ащы, сұмдық, сықырған күлкі еді. Біреу қасқырша ырылдап күліп жатқандай көрінді. Бұл не бәле? Деді Қайсар. Осыдан кейін Айнұр мен Аружан үйде жалғыз қалудан қорқа бастады. Бірақ Қайсар оларды жұбатты. Бәрі біздің қиялымыз. Тек ескі үй болған соң, әртүрлі дыбыстар шығуы мүмкін. Алайда бір түнде Қайсардың өзі шошып оянды. Біреу оның құлағына «Шық! Кетіңдер бұл жерден» деп сыбырлағандай болды. Ол орнынан тұрып, жарықты жақты. Бөлмеде ешкім жоқ. Бірақ дәл сол сәтте есіктің саңылауынан ұзын, ақшыл қол кіріп келе жатты. Қайсардың жүрегі тоқтап қала жаздады. Ол бар күшімен айғайлап, «Ой, әкең!» деп әлгі қолды шап беріп ұстап, хатты тартып қалды. Елес орнынан ұшып шығып, жерге сылқ ете түсті. Ақ түтіндей денесі дірілдеп, абдырап қалып, мұндай нәрсе жасауға бола ма? Деп аң-таң болды. Қазір ғана сен мені қорқытпақшы болдың ба? Деп Қайсар күлкіге басады. Елес өзін жинап, орнынан тұрды. Оның есімі Ержан екен. Ол бір кездері осы үйдің тұрғыны болған, бірақ тылсым жағдайда осы үйдің ішінде өліп кетіпті. Жаны тыныштық таппай, елес болып қалған. Маған бірдеңе жетіспей тұр деді Ержан ойланып. Бірақ не екенін білмеймін. Осылайша отбасы онымен жақынырақ таныса бастайды. Ержан көп уақытын Аружанмен өткізді. Екеуі үй ішінде әңгімелесіп, әзілдесіп, елестің қабырғадан өтіп кетуін қызық көріп жүрді. Көп ұзамай Аружан оны жақсы көріп қалғанын түсінді. Бірақ Ержанның елес екені жанына бататын. Бір күні күтпеген жерден Айнұр баспалдақтан құлап кетеді. Қатты соққыдан есін жимай, жүрегі тоқтайды. Аружан еңіреп жылай бастайды. Бірақ сол кезде Ержан ойланып тұрып, мен сендерге ризамын. Қайсар, сен менің қолымнан ұстап алдың, сен мені елес күйінен тартып алдың. Демек, менің бір күнім бар. Ол күлімсіреп, алақанына бір жары ұшқынын жинады да Айнұрдың үстіне септі. Бір сәт үнсіздік орнап, кенеттен Айнұр көзін ашып, терең тыныс алды. Мен қайдамын? Деді ол. Қызы жүгіріп келіп, анасын құшақтай алды. Бірақ дәл сол сәтте Ержанның денесі қайтадан тұманданып, жойыла бастады. Жоқ, деп айғайлады Аружан. Уайымдама, мен өз таңдауымды жасадым деді Ержан жымиып. Бірақ менің бір күнім бар. Кеттік, көңіл көтерейік. Сол түні Ержан мен Аружан би клубына барды. Ержан алғаш рет би билеп көріп, аяғын шалыс басып, бірнеше рет құлап қала жаздады. Бірақ ол күле берді. Аружанмен бірге түрлі ойындар ойнап, өмірдің ләззатын сезінді. Аружан оның адам кейпіндегі болмысын алғаш рет көріп тұрғандай болды. Таң ата Ержанның денесі қайтадан жеңілдей бастады. Ол күлімсіреген қалпы көкке көтеріліп кетті. Аружан көз жасын сүртіп, ол әрқашан жүрегімде қалады деді. Осылайша қорқынышты басталған оқиға күлкімен, мейірімділікпен аяқталды.